Аружан бақытты ғұмыр кешті деп айтуға болмайтын. Әкеші кішкентай кезінде Ауғанстанда қаза тапты. Анасы қызын асырау үшін күн демей, түн демей жұмыс жасады. Алайда бұл жеткіліксіз болды. Себебі Аружанның анасы Бағила аурушаң адам болады. Тіпті бірнеше айлап ауруханадан шықпайтын. Жұмыс берушілер оны күте-күте соңынан астарлап, үнемі ауыратын жұмысшы оларға керек еместігін айтуға тырысатын. Осылай кезекті жолы өз еркімен жұмыстан шыққан Бағила бөлмесіне кіріп, жастық астына тығылып еңірей жылады. Қызы екеуіне үнемі ақша жетпейтін. Кейде Аружан кешкі асқа тек қана нан ғана жейтін. Мектепте де жағдай қиын еді. Аружан ең жұпыны киінген оқушы болатын. Кішкентай балалар қатыгез болады емес пе? Барлығы мазақ етіп қыздар артынан көп сөйлейтін. Ондайға Аружанның еті үйреніп кеткен, ештеңе демейтін. 14 жасқа толғанда Аружанның анасы да өмірден өтті. Жиенінің анасын туған әпкесі Марал қарамағына алды. Бірақ бұл шаңырақта да жағдай оңып тұрған жоқ еді. Әпкесі Аружанға масыл, жалқау деп айқайлайтын. Бірақ өзі үйдің тірлігінде жұмысты да жартып жасамайтын. Марал бірден-ақ қыздың есейіп қалғанын байқап, үй жұмысына жеге бастады. Қарызға арақ-шарап беретін дүкенге дейін барып келетін. Ол дүкенде әпкесінің құрбысы жұмыс жасайтын. Ақша болмаған күндері Марал көршіге барып самогон сұрап келетін. Ал айдың соңына қарай нанды майға батырып жеп отыратын. Қолына түскен ақша ұзақ тұрмайтын. Қарыздарын қайтарады да екеуі тақырға отырып қалатын. Масайып алған Марал үнемі бір әуенді бастап кететін. Қашан тұрмысқа шығасың, қашан мені мына жүктен босатасың деп жиі қызды жылатып жіберетін. Әпкесінің вино сатып алатын құрбысы Әйгерімнің ұлы бар еді. Сол жігітті Аружанға тықпалап, әпкесі үнемі қыздан оны ұнатасың ба деп сұрайтын. Бірақ қыз үндемей қоятын. Аружан кәмелетке толған кезде Марал ашық түрде өз ұлындай көретін Әйгерімнің баласына ұсатқысы келетінін айта бастады. Бірақ оның ойы Аружанның бақыты емес, өз қамы еді. Егер қыз дүкеннің иесіне тұрмысқа шықса, әпкесі үшін дүкеннің есігі әрдайым ашық. Керек затты қарызға ала салатын жұмақ өмір басталар еді. Оның үстіне Марал құрбысына бірталай ақша қарыз еді. Солардың жартысын кешіріп жіберер деп те үміттенді. Бірақ бойжеткен Аружан жай ғана әпкесі ойлағандай ыңғайлы шешім болғысы келмеді. Бұрын момын үндемейтін қыз бір күні төзімі таусылып ашуға булықты. Мен сіздің қаржылық мәселелеріңізді шешпеймін деп айқай шығарды. Әпкесінің күн сайын миын жеп, біреудің баласын зорлап босқалы жатқаны әбден шаршатты. Сол күні Аружан шыдамай есікті қатты жауып сыртқа шығып кетті. Біраз уақыттан кейін оралған Аружан өзіне тиесілі аз-маз заттарын жинап, әпкесіне жылдар бойы тығып жинап келген ақшасын салынған кішкене қоржынды алып шығып кетті. Бұл тиындарды ол Әйгерімнің үйіне келген күннен бастап жинап келе жатқан болатын. Ашып есептеп қарағанда ішіндегі ақша бір бөлмелі пәтерді бір ай бойы жалдауға жетеді екен. Қыз шыққан үйден тек киімдерін ғана емес, әкесінің марапаттары мен ордендерін де ала шықты. Сол марапаттар әкесінен қалған жалғыз естелік еді. Әкесінің ордені Аружан үшін әрдайым жамандықтан қорғайтын тұмар секілді болатын. Жинаған ақшасы кішкентай бөлмені жалдауға ғана емес, алғашқы бірер аптаға жететін тамақ алуға да жетті. Әпкесінің үйінен кеткен соң Аружан енді қалай өмір сүретінін ойлана бастады. Оқуға бару туралы арман әзірге мүмкін емес еді. Бөлменің ақысын төлеп, күнкөріс қамы жасау керек. Бір күн супермаркетте оған тегін газет берді. Газетте қаладағы бос жұмыс орындары жарияланған екен. Ұсыныстар көп болғанымен бәрі арнайы білімді талап ететін. Ал Аружанда ол жоқ еді. Сондықтан ешқайсысына жарамады. Таңдау жоқ. Аружан қолына телефон тұтқасын алып, бір нөмерге ойланбастан хабарласты. Онда тазалықшы керек екен. Мектепті ғана бітірген қызды қабылдайтын жалғыз жұмыс осы ғана секілді. Еден жуып, тамағына ақша табу әзірге қолынан келетін осы. Кадрлар бөлімінде оны бірден жұмысқа алды. Фирмадағы ұжым сондай жағымсыз болғандықтан тазалықшылар бұл жерде ұзақ тұрмайды екен. Офис 3 күн бойы жуылмаған. Айналаның бәрі шаң болып жатты. Еңбек шартын қол қойып аяқтаған соң Аружан бірден іске кірісті. Компьютерлері тізілген үлкен бөлмеге кіргенде жиналып отырған қызметкерлердің жағымсыз көзқарасын да сезді. Еденді жуа бастаған еді. Бұл не иіс? Сен не, трәкманы жуымай әкелдің бе? Деген дауыс шықты. Құлақ түбінен шыққан айғайдай Аружан селк ете қалды. Офисті басына көтеріп жатқан көрікті, бірақ ашуланып тұрған бір қыз. Әр қимылынан тәкаппарлық пен кербездік байқалады. Қап-қара қасы, қиғаш жанары, тіпті маңдайында тұрған бір қыл шашы оны еріксіз ертегідегі антагонистерге ұқсатып жіберетін. Швабраның сасық иісі шығып тұр. Сезбей тұрсың ба? Бар қайта жуып кел деп бұйырды. Аружанның қасынан өтіп бара жатқан екі жігіт оның сұлулығын байқап өзара әңгіме қылып өте шықты. Аружан көрікті болатын. Үлкен сылғырт көздері, жұмсақ пішінді жүзі, табиғи нәзік келбеті бар. Ескі киімдер оның сұлулығын жасыра алмайтын. Қолындағы швабрамен төмен қарап тұрған Аружан оларға расымен кедей көше қыздай көрінген шығар. Ал қызы мазақ етіп тұрған болашақ бастық Назерке болатын. Назерке қыз бөлмеден шықпай жатып оның қалай шупыны киінгенін талқылай кетті. Аружанның көкейінде ашу қыжыңдап тұрса да, швабраны екіге бөліп бетіне лақтырғысы келсе де, сабыр сақтап өзін ұстап қалды. Ол үнсіз тряпканы жуып келді де ешкімге қарамай қайтадан жұмысын жалғастырды.
Бірақ одан кейінгі әр күн ол үшін сынақ болатын. Назерке Аружанға бүкіл ұжымды ғана емес, бастықтарды да қарсы қойып үлгерді. Аружанды алғаш көрген кезде көше қыз деп атаған Қанат қана оған жанашырлықпен қарайтын. Бірде жұмысы кеш біткен Аружанды Қанат сыртта күтіп алып кафеге шақырды. Олар жақсы әңгімелесіп, жігіт қызға мейірімді болып көрінді. Бірақ ертеңіне ұзын дәлізде Назеркенің құрбысы жанына келіп: "Сен ақымақ екенсің. Қанат Назеркенің жігіті, үйленеміз деп жүр. Егер оған айтып қойсам, Назерке сенен тірідей жұтады. Жуырда бөлім басшысы болады. Сосын көрсетер саған", деп мырс етті. Келесі күні Аружан үшін тағы да бір сыйлық дайын тұрды. Ол Назеркенің бөлмесіне кірген сәтте радиодан "Сәлем сәкін хәнд қыз" деген әуен ойнап қоя берді. Ал Назерке мізбақпай: "Айтшы, сенің көйлегіңде винтаж киімді қай базардан табуға болады?" деп сөзбен түйрей өтті. Ескі бәтеңкесін НКВД раритеті деп кекетіп, жаңа тапқыр мазақтарын ойлап тауып, қызы жаншып отырды. Әріптестері болса Назеркенің қамшысының астында қалмайық деп әлсіз күлкіге қосылды. Қанат Аружанды одан кейін кафеге шақырған жоқ. Дәлізде кездесе қалса қашқалақтайтын. Қатты ұнатып қалған қызының бетіне қарай алмайтын. Сондай-ақ бәрімен бірге оның үстінен күлгендіктен өзін кінәлі, сатқын сезінетін. Назерке Аружанды мазақ қылған қойылымға қатысып отырған оған да ұнамайтын. Қанат Назеркеге суып кеткенінде біраз болған. Бірақ бәрін тоқтатайық деп айтуға батылы жетпейтін. Қанатқа жұмыс та, жалақысы да ұнайтын. Бөлім басшысы болғалы тұрған Назеркемен ұрысып, өз орнын қатерге тігуді қаламады. Мұндай адамдарды бейімдегіштер дейді. Мансап үшін бәріне дайын. Тіпті жаңа оянған сезімді басып, сүйген қызын арашалап қалуға да дәрменсіз. Жігітін тартып алмақ болған қызды жұрт алдында жер қылып, сабасына түсірген Назерке біраз уақыт бойы Аружанды мазаламай қойды. Патшайымдай керіліп жүрді. Аружанның ішкі намысы оянғандай болғанымен, шынайы өмірі тез-ақ оны қайта өз орнына қойды. Жұмыстан кетсе айлықсыз қалады. Тіпті еңбек шартын дұрыс оқымағанына да ұялды. Кадрлар бөліміне барғанда, бір ай толмай кетсеңіз, жалақы алмайсыз деп кесіп айтты. Тер төгіп тапқан ақшасын жоғалтқысы келмеді. Оның үстіне енді оның қамқорлығында кішкентай тіршілік иесі бар еді. Қайдан екені белгісіз офиске мырғау кіріп кетіпті. Аружан күні бойы Назеркеден сүйкімді тіршілік иесін жасырды. Кішкентай тірі жанды далаға тастап кете алмады. Үйін алып кетті. Оның үстіне ол тұратын үйдегі басқа бөлмедегі кемпір мырғауға қарсылық білдірмеді. Мейірімді Аружанның ақшасы қалмаса да, соңғы айранын мырғаумен бөлісті. Күткен жалақы күні келіп жетті. Сол күні үлкен бастықты офисті тексеруге келмек екен. Бүкіл филиалдар желісінің басшысы болғандықтан бәрі одан қатты сескенетін, қорқатын. Бастықтың алдында Назерке ғана өзін жеңіл ұстайтын. Өзінің қулығы, өткір тілі, сұлу келбеті арқылы шефтің көзіне түсе білген. Шеф бөлімдерді аралап келе жатып, Назеркенің бөлмесіне де кірді. Назерке орнынан ұшып тұрып оған қарай асықты. Сол сәтте шынтағымен компьютер креслосының шетіндегі кофені қағып, қағаз стакан жерге құлап, ішіндегісі еденге төгіліп қалды. Ешкім байқамасын деп ол стаканды аяқпен теуіп үстел астына итере салды. Бетіне жылы жымию жүгіртіп: "Сәлеметсіз бе, Арнұр Арманұлы? Біз сізді қатты сағындық", деді. Содан кейін салқын көзқараспен Аружанға бұрып қоярда қоймай сөзін жалғады. "Негізі біз ойнап жүрген жоқпыз. Кадрлар бөлімі біртүрлі адамды жұмысқа алған. Жаңа техничка офиске дұрыс қарамайды. Қараңызшы, масқара", деп бастықтың өзінің жұмыс орнына қарай жетеледі. "Көрдіңіз бе, жұмыс жасап жүрген жоқ. Менің бөлмемді тазаламақ түгіл тіпті мұнда жақындамайды. Бір қоқыс болып жатыр кабинетім", деп жала жапты. Шеф қабағын түйді. Әскери тәртіппен жүретін, жинақылықты жақсы көретін салмақты ер адам еді. Назерке оның осы әлсіздігін жақсы білетін. "Менің кабинетіме кіріңіз", деді ол Аружанға салқын дауыспен. Бұл дауыстың жақсылыққа келмейтінін белгіледі. "Офистегі бұл қандай тәртіпсіздік? Жұмысыңызды неге дұрыс атқармай жүрсіз?" деді ол, Аружанның қызарып кеткен жүзіне қарап. "Мен бәрін дұрыс жасаймын. Ол дақ қайдан шыққанын білмеймін. Мені ешкім жақсы көрмейді." Назерке үнемі тиісіп жүреді. "Әдейі жасаған сияқты. Мені жұмыстан шығарғанын қалайды", деді қыз батылданып. Арнұр Арманұлы ойға қалды. "Жақсы қыз сияқтысыз. Неге мұнда бәрі сізді жек көреді? Ал сіз кім боласыз? Атыңыз кім?" деді. Аружан аты жөнін айтқан кезде оның сирек кездесетін фамилиясын естіген шеф кенет қатты таң қалды. Аружаннан "Әкеңнің аты кім?" деп сұрағанда қыз төмен қарап қалды. Бірақ бір сәттен соң бойын тіктеп жауап берді. "Әкесінің аты Мұрат. Ол қаза тапқан." Алайда басшы оның сөзін бөліп, әрі қарай өзі жалғастырды. "Ауғанстанда. Ол менің жақын досым еді. Қызмет кезінде ауыр жарақат алып қаза болды. Ал мені ол оқ астынан сүйреп шығарып, өмірімді сақтап қалған." Бір сәт үнсіздік орнап шеф терең ойға кетті. Аружан да тып-тыныш тұра қалды. "Түсінікті. Назерге тыныштық бермей жүр дейсің бе? Уайымдама, сабасына түсіреміз. Ал сен әзірге жұмысыңа бар. Ертең басқа техничка шақырамын. Батырдың қызы еден жуып жүр деген сұмдық қой. Оқуың керек. Анаң бар ма?" деді Арнұр Арманұлы. Біраздан бері қуып жетіп қалған Аружан басын шайқады. "Тұратын жерің бар ма?" "Бұрын әпкеммен тұратын едім. Қазір пәтердің бөлмесін жалдап тұрамын", деп жауап берді.
Басшының жұдырығы үстелге қысылып, буындары ағарып кетті. Бұл мәселені де шешеміз, деді ол. Сол күні Аружан үйіне ұшып кеткендей тез жетіп келді. Аяғы жерге тимеді. Бірінші жалақы, оның үстіне жомарт сыйақы. Дереу зоодүкенге кіріп өзінің сүйікті мырғауына қымбат азық-түлік сатып алды. Тіпті ойыншық та сатып алды. Өз-өзін іштей мақтан тұтты. Енді өзі де мысығы да аш қалмайтын. Ең бастысы өмір алғашқы рет оған күлімдегендей болды. Ал Назерке деген бәлеқорды бастық сол күні-ақ жұмыстан шығарып жіберді. Бұрын Аружанды ескі киімдері үшін мазақ ететін қыз енді қайтып бұл офиске келмейтін. Ал айлығын алған Аружан жаңа киім сатып алуды шешті. Мысығын тамақтандырып дүкенін аралауға шығып кетті. Келесі күн тіпті керемет басталды. Таңертең жұмысқа келген Аружан офисте еден жуып жүрген басқа үлкен әйелді көрді. Ал кадрлар бөліміндегі қызметкер оған жаңа келісімшарт ұсынды. Ол бойынша Аружан клиенттермен сөйлесетін оператор қызметіне қабылданған болатын. Ал түске жақын бастық оны шақырып алып тіпті пәтер кілтін ұсынды. Бұл менің екінші пәтерімнің кілті. Бір кездері балаларым үшін алған едім, бірақ бұйырмады. Сен сонда тұр. Батырдың қызы пәтер жалдап сандалмасын, деді Арнұр Арманұлы. Ал онда мысығымды апара аламын ба? Онсыз тұра алмаймын, деп рұқсат сұрады Аружан қысыла. Бастық күліп, қалағаныңды ертіп бар. Тіпті қолтырауын ертіп келсең де ренжімеймін, деді. Осылай Аружан заттарын, мысығын алып, бұрын пәтерін жалдап тұрған әжеймен жылы қоштасып, кең жарық 3 бөлмелі пәтерге көшіп алды. Енді Аружан әр таңды қуана қарсы алатын болды. Жұмысқа жымиып келетін. Ол оператор болып жұмыс істегенімен көп қоңырау шалып әуре болмайтын. Бастық оны туған қызындай көретін. Оған жаңа киім әперді, үйіне техника алып берді, компанияның ішкі жұмыстарын да үйретіп жүрді. Баласыз қалған әскери адам Аружанды өз мұрагері ретінде көрген еді. Болашақта орнымда бассын деп үміттенді. Әпкесі Марал оқуға ақша жоқ деп жылайтын. Ал әкесінің досы Аружанды университетке, экономика факультетіне оқуға түсірді. Бұрын Аружанды мазақ етіп, біресе жақындап, біресе қашып жүрген Қанат бұл өзгерістердің бәрін байқап, демде Назеркемен қарым-қатынасты үзіп тастады. Назерке де оны керек қылмады. Жаңа жұмыс орнындағы бастықтың ұлының соңынан жүгіріп жүрген болатын. Қанат енді Аружанға жақындамақ болып демалысқа бірге шығайық деді. Бірақ Аружан суық түрде сайры нұсқа жауап берді. Жоқ. Соңынан осы адам үшін жылаған мен де ақымақ болған екенмін деп ойланып қалды. Бір күні мысығына тамақ алып жатқанда сүреден бір банка құлап түсті. Банка жерге түсіп үлгермеді. Бір мықты қол оны қағып алды. Жақсы көретін мысығың болса, сапалы тамақ алған жөн, деді бойшаң таныс емес жігіт банканы орнына қойып жатып. Тырысамын. Мен оны жақсы көрем, деп қысылып қалды Аружан. Олардың әңгімесі жарасып кетті. Аружан мысығын қалай тауып алғанын айтып берді. Жігіт те өз мысығы туралы айтты. Әңгіме өздігінен жүріп, екеуі де 10 минутсыз-ақ ескі таныстардай болып кетті. Жігіттің аты Мақсат. Ол Аружанды үйіне дейін шығарып салды. Екеуі подъезд алдында ұзақ тұрды. Сөйлескілері келе берді. Бір-біріне тартымды болып көрінді. Қараңғы түсіп, түн ортасы болып кеткен кезде ғана олар қоштасты. Аружан баспалдақпен көтеріліп бара жатып, жүрегі атша тулап, сонда рас екен ғой. Өз адамыңды бірден танисың дегендері деп ойлады. Түнде ұйықтай алмады. Ертесіне шаршаңқы, бірақ жүрегі қуанышқа толы күйде жұмысқа жиналды. Бірақ жұмысқа емес, мақсатты іздеу үшін зоодүкенге барғысы келді. Телефон номерлерін алмасуды да ұмытып кеткен. Олаға шыққан сәтте ол қарсы алдынан кездесе кетті. Білесің бе, мен сенен кете алмадым. Үйдегі мысығымды тымықтандырып қайтадан осында келдім. Түні бойы сенің терезеңді қарадым. Жарық сөнбеді. Демек сен де ұйықтамадың. Бұл тағдыр. Сен менікісің, мен сенікімін, деді Мақсат қызны өзіне тартып.